Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін біз баклажан қосылған осындай қысқа сақталатын керемет салат дайындайтын боламыз. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер, өте дәмді, нәзік болып шығады. Салатымыздың қоюлығы өте қою да емес, өте сұйық та емес. Қыстың күні тура нанға жағып жейтін салат болып шығады. Видеоны қарап бастамас бұрын каналыма жазылып, қоңырауша белгісін қоюды ұмытпаңыздар. Ал енді салатымызды дайындау үшін бізге 3 кг қызанақ, 1,5 кг баклажан, 1 кг пияз, 1 кг болгар переці, 2 пучок чеснок және 1 пучок кинза, 2 дана ашты бұрыш қажет. Көкөністерден ең алдымен баклажанды турап дайындап алуымыз қажет. Баклажанды осындай дөңгелек бөліктерге бөлеміз. Егер дөңгелектеріңіз үлкен болатын болса, ортасынан 2-ге бөлген дұрыс. Ал егер баклажандарыңыз жіңішке болса, онда дөңгелектерді бөлудің қажеті жоқ. Туралып болған баклажанның үстіне 1 ас қасық тұз салып, жақсылап араластырып, астына таба қойып қоямыз. Артық суы сол табаға ағып тұрады. Осындай ситаны пайдаланамын. Енді пиязымызды тураймыз. Пиязды 2 бөлікке бөліп, оны тағы да 4 бөлікке бөліп, осындай майда күйде турап алу қажет. Пиязымызды турап болған соң, болгар перецін турауға кірісеміз. Осындай ұзынша етіп кесіп алып, оны майда көбіктерге бөліп шығамыз. Баклажан тұздалып 20 минуттай тұрды, астынан осындай су бөлініп шығады. Енді баклажанымызды 2 бетінен осындай майға қысартып қуырып аламыз. Баклажанды бұлай қуырмай бірден салатқа сала беруге болады, бірақ мен баклажанның толық піскеніне көзін жеткізу үшін осылай қуырып алғанды жөн санаймын. Және де баклажанды бұлай қуырып алудың екінші бір плюсы, баклажанды салатқа салған кезімізде салатты ұзақ қайнатудың қажеті жоқ. Міне осындай қызартып қуырып алдым. Қазанға майды құйып, май қызған соң үстінен пиязды салып, қазанның қақпағын жаппай қуыру қажет. Пиязымыз қуырылғанша қызанақты турап дайындап қоямыз. Осындай кішкентай бөліктерге бөліп турап алдым. Енді пиязымыз осындай сап-сары болып қуырылып шықты. Үстінен болгар перецін салып, жақсылап араластырып, оны да қазанның қақпағын жаппай қуырып алу қажет. Осылай қуырылып болған соң, үстінен помидорды салып, жақсылап араластырамыз. Енді помидорымыз қайнағанша қазанның қақпағын жауып қойып қоямыз. Помидорымыз қайнағанша кинзаны осындай майда етіп турап аламын. Кинзаны турап болған соң, артынша чеснокты да жұқалап, майда күйде турап алу қажет. Енді ашты переціміздің ішіндегі дәндерінің барлығын тазалап, оны да майда етіп турап алып, барлығын бір ыдысқа салып қоямыз. Қазанымызды ашып, осылай помидорымызды араластырып тұру қажет. Помидорымыз жақсылап суы шығып қайнаған соң, үстінен баклажанымызды салып, жақсылап араластырамыз. Артынша кинза, чеснок, ашты бұрышымызды салып, оны да жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай 2 ас қасық тұз, 1 ас қасық шекер салып, жарты пиалай суға 1 шай қасық уксусты құйып, оны да салатымызға құйып, тағы да 10 минуттай қайнатып аламыз. Сонымен баклажан қосылып дайындалған керемет салатымыз дайын. Банкаларымызды алдын ала стерилизовать етіп, крышкамызда қайнатып аламыз. Осылай банкаларымызға құйып, крышкамызды жауып, осындай жапқыштың көмегімен 2-3 қайтара айналдырып жауып аламын. Менде осы рецепт бойынша 5 литр салат шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.